Сіз алғашқы табысыңызды неше жасыңызда таптыңыз? Ал мен шамамен 16-17 жасымда алғашқы жалақымды қолыма алдым. Бұл біреу үшін ерте, біреу үшін кеш. Себебі бүгінгі күні елімізде табысты балалар көбейген. Кішкентай табыскерлердің жасы қазір 3-4 жастан басталады. Бүгін біз олармен сұхбат құрамыз. Армысыздар, құрметті көрермендер. Тікелей эфирде әдеттегідей шаңырақ бағдарламасы. Ал бүгінгі тақырып өздеріңіз байқағандай табысты балалар деп аталады. Егер айтар ой, қосар пікірлеріңіз болса, экранда көрсетілген байланыс нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен студия қонақтарымен таныстырмас бұрын тілшілеріміз дайындаған сюжетті назарларыңызға ұсынамын. Балалардың табысты болуы кейбірін таңғалдырса, шет елдерде бұл таңсық жағдай емес. Әлемнің табысты бай балаларының тізімін назарларыңызға ұсынамыз. YouTube каналында 3 жылдан бері ойыншықтарды жарнамалап келе жатқан 7 жасар Райан көш бастап тұр. Райан Toys арнасында оның жарнамалық бағдарламасы ең көп көрілім жинайды. Райан жылына 11 миллион ақш доллар көлемінде табыс табады. Уилл Смиттің үлкен ұлы Джейден Смит Джеки Чанмен түскен «Каратэ пацан» фильмі үшін 5 миллион ақш долларын алған. Және ол әкесімен бірге фильмдерге түсіп, сәнді бренд киімдерді саудалап, рэп айтып, би-билеп табыс табады. Тапқан табысын қайырымдылық шараларға да аударып тұрады. Мэдди Зиглер атақты әнші Сияның бейнебаяндарында билеп танымал болған. Оның жылдық табысы 5 миллион доллар. Сонымен қатар 10 жастағы Обри Андерсон Эммонс Modern Family сериалындағы рөлмен әр жылы 4 миллион доллар табыс табады. Изабелла Барт 7 жасында 2 миллион ақш доллар көлемінде табыс табады. Ол кішкентай күнінен әртүрлі сұлулық байқаулары мен телевизиялық шоуларға шыға бастаған. Және өзінің жеке зергерлік бұйымдары мен балаларға арналған косметика үлгісін көпшіліктің назарына ұсынған. Бүгінде ол құны 10 мың ақш доллар болатын киімдер киеді. Джордан Кейси небәрі 13 жасында үлкен табыс иесі атанды. Ирландиялық жасөспірімнің иелігінде iTunes'ке арналған 3 ойын бар. Бір жыл ішінде өзі 3 тілдік бағдарлама жасап шығарған. Қазір ол IT миллионерлер қатарында. ақш-та 17 жастағы Сан-Диего скейтборд және самокат тебудің шебері. YouTube-та оның көрермені 3,5 миллионнан асқан. Айына 70 мың ақш доллар көлемінде табыс табады. Ол үшін көлік алу қиын емес. Анасының туған күніне де көлік сыйлаған. Ал біздің елімізде табысты әрі танымал балалар көп болғанымен олардың тапқан қаржысына ешкім есеп жүргізбеген. Бәлкім кірістің көзі 32 тістен таралмағаны дұрыс болар. Себебі табыстың кілті оның құпиялығында. YouTube интернет желісінде ағылшын тілінде видеоблог жүргізетін алғашқы қазақ баласы бар. Ол Ералы Әуесбайұлы. Әкесі Қанат Әуесбаймен біздің студияға қонаққа келіп отыр. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, Жұлдыз ханым. Шаңырақ ТВ хабарына келгенімізге қуаныштымыз. Әрдайым осы хабарды көріп отырамыз, тамашалап отырамыз. Шығармашылық ұжымға тек қана табыс тілейміз. Рахмет. Ералы, YouTube каналында қанша оқырман бар? Менің оқырмандарым бар. Сіздің оқырмандарыңыз? Мен өзімді Қазір кешіре қой. Мен өзімді әуесқой видеоблогер ретінде танытамын. Сол үшін мен көбінесе өзім үшін, менен жасар балалар үшін хобби ретінде жазам видеоларды. Сондықтан мен онша көп көрерменде жинамаймын. Бірақ менің ең көп көрермен жинаған видеом менің самолеттер коллекциясына арнап жазған едім. Ол 15 мыңға жуық көрерменді жинады. Неше жасыңнан бастадың? 5 жасымнан бастап ең алғашқы видеом жасадым. Мен оған оның ішінде шоколадтан жасалған жұмыртқалардың ішінен шығатын ойыншықтарды сипаттама бергенмін. Оған мен бүкіл сипаттамасын айтатынмын. Оның түрін, түсін, мүмкіндіктерін, оның коллекцияның ішіндегі орнын бәрін айтатынмын. Осы. Жақсы, Ералы, қазір сенің бір видеоблогыңнан алып көрейік үзінді, е? Hi guys, today I'm gonna show you my Disney planes collection, and I have 10 planes. Not 10, but 3 of them is a car. One of them is a car plane.
I didn't know what was this name, but he's friend with this guy. I didn't know that name either. This is Skipper. Ералы, неше жаста едің бұнда? Микрофонды жақын. Мен ол кезде 5-6 жасында болғанмын. Шынын айтсам, мен қазір ол видеолардан ұялам кішкене. Неге? Енді кішкентай шағым ғой, бүкін қателестейтінмін. Неліктен ағылшын тілінде? Өйткені ағылшын тілі бүкіл әлемдік тіл. Мен қазақ тілінде немесе орыс тілінде блог жүргізсем, оны шетелдегі адамдар түсінбейтін еді. Ал ағылшын бүкіл әлемдік тіл болған үшін, менің видеоларымды бүкіл әлем көре алатын еді. Осында блог жүргізу саған ой қайдан келді? Ол ой маған Эвен деген Америкада тұратын баладан келді. Мен оған еліктеп видео жасай бастадым. Демек сол баланың блогын қарайтын едіңді? Ол да мен сияқты 5-6 жасында видео түсіре бастады. Қазір нешеде ол бала? Ол қазір 14-те ма, 13-ке жақындап қалды. Жақсы, рахмет. Әкеңнен сұрайын енді. Қанат аға, енді балаңыз осындай блог жүргізем дегенде өзіңіз? Енді әр баланың, көзқарасыңыз қандай болды? Әр заманның балаларда соған сай болады, міндетті түрде. Әр заманның баласының өзінің бір қызығушылықтары, әуестіктері болады. Осыдан мысалы 20-30 жыл бұрын біздің кезімізді салыстырсақ, қазіргі заманның мына ақпараттық технологиялардың дамуына байланысты балалардың да әуестіктері, қызығушылықтары соған қарай ойысады. Сондықтан да бүгінгі таңда бала мына видеоблогтар жазып, көпшілік алдында ең алдымен сөйлеуді, өзін өзі ұстауды, өзінің жаңағы іс-қимылын реттеуді, жинақталуды үйренеді. Сондықтан дегеннен бұл ниетін, бұл әуестігін біз қолдап, тіпті басында өзіміз түсіріп жүрдік, кейін өзі де үйде жоқ кезде өзі түсіріп жүретін болды. Бұл әуестік уақыт өте келе кәдімгі бір өзінің бір хоббиіне айналды десе де болады. Осы шынымызды айтсақ, видеоблогтың арқасында мына отандық телеарналардың бірі, балалардың ең сүйікті арнасы, балапан телеарнасы кастингке шақырып, осы арнада былтыр бірнеше хабарды жүргізгені бар. Ол хабар қалай аталады? Бізде бала болғанбыз. Бізде бала болғанбыз. Осы видеоблогтың арқасында. Ақылдасып отырамыз сізбен? Алдын ала жасайтын дүниесін? Әлбетте ақылдасып отырады. Кейде тосын сыйды да жақсы көреді. Мынандай жасадым деп алдыма алып келіп, мынаған қалай қарайсың деп кейде таңғалдыратын кездері де көп болады ондай, шынымды айтсам. Тілді енді арнайы оқытасыз балаңызды? Бұл Ералы, біз мына жұбайым Баян екеуміз болашақ бағдарламасымен Британияда оқыған кезде, мына болашақ бағдарламасының ең үлкен мүмкіндігі, енді отбасымен барғаннан кейін баламызды сонда Британияның мектебіне бергеніміз бар. Сонда 2 жыл оқып, ағылшынша біраз тіл сындырып, осында қайтып келді. Бірақ бала деген губка сияқты. Тез неғұрлым тілді сіңіріп алса, соғұрлым тез ұмыта бастайды. Сондықтан сол ұмытып қалмас үшін осы елге келгеннен кейін барынша тілдік курстарға беріп, осы тілдік машығын тағы да жақсарта бастадық. Енді ол жағынан қазір мәселе туындамайды деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Енді біздің бүгінгі тақырып табысты балалар жайлы. Енді алғашқы табысын Ералың өзінен сұрасам. Алғашқы табысын есіңде ме? Әрине есімде. Ол менің 4-5 жастарында Англияға енді ұшып барған кезде өзінің үйіндегі ойыншықтарымды далаға шығып, ярмарка қылып істеп қоятынмын. Сөйтіп, бірнеше мың теңгені Англиядағы ол паунд болып саналады. Ата-аналарыма көрсетіп қуантатынмын. Фонд деген ақшасы ғой. Фонд. Демек, жаңағы видеоға түскен ойыншықтарыңды сатасың, не? Ол айта алмаймын, ол менің коллекциям болған. Ондай үйге ешқандай қажеті жоқ, ешқашан ойнамайтын ойыншықтарымды сататынмын. Яғни өзінің қызығушылығы төмендеп қалған ойыншықтарды жаңағы көшеге алып барып, соны өзі сатып отыратын. Бізге айтпай сатып отыратын. Енді кейде соған таңғалатынбыз. Басында тиямыз ба деп көрдік, бірақ енді өзінің бір әуестігі ретінде бұған бір
just for fun дейді ағылшынша, енді тек қана бір күлкі үшін да, бір жағынан күлкі үшін болғанда да енді бір сондай бір оған бір сауда бизнес деп қараған жоқпыз, бірақ өз үшін алғашқы тәжірибесі болғандықтан қарсы келмедік, қайта құптадық. Енді жаңа видеоблог неше түрлі, әртүрлі болу керек қой, қызықты болу үшін, Ералы, сол ой қайдан келеді саған? Әртүрлі блог түсіру? Әртүрлі блог түсіру? Микрофон жақын ұстай ғой. Баған жаңа кеткендей Эвен деген баладан келді. Ол барлық... Жоқ, қазіргі таңда? Қазіргі таңда ма? Өзің ой туындайды ғой, қайдан келеді? Мен болашақта... Неден шабыттанасың? Болашақта емес, қазіргі түсіріп жүрген видеоблогтарын? Ойындарға қатысты, лего ойыншықтарына қатысты. Демек, қандай жаңа ойыншық түрі шығады, сол ойыншық түрінен сен жаңа ойластырып, әр апта сайын ата-анамнан жаңа ойыншық алып бер деп түсіремін деп айтып жүретін. Ол енді кезінде, қазір өкінішке қарай мына уақытша тоқтаттық. Уақытша тоқтатқан себебіміз бар, өйткені 4-1-дей үйірмеге барады, шын айтқанда оған қол тие бермейді. Жаңа робототехникасы бар, ағылшын тілі бар, футболы бар, сосын 4-ші не еді? Математика, соған барып, шын айтса қол тимейді, өзі мамандандырылған дарынды балаларға арналған лицейде оқиды. Кешке бірақ келеді сабақтан, кешке тағы да үйірмелерге барады. Сондықтан мына блогты уақытша тиіп қойдық, мүлдем тоқтатпаймыз, бірақ келешекте жандандыратын боламыз. Сол қандай келешекте, қандай блог ашсаң деген мақсатың бар, арманың бар? Мен жасөспірімдерге арнап, энциклопедия сияқты түрлі мәліметтер беремін. Адам қалай пайда болды, жүректің құрылысы қандай деген сияқты жоспарым бар. Балаларға тіл үйрету ойыңда жоқ па? Өзің ағылшын тілінде оны да қосуға болады, Мен ол каналымды екі тілде жүргіземін. Қазақша да, ағылшынша да. Қазірге ол парақша әлі ашылған жоқ. Ол мен әлі жоспарымда. Енді. Ал алдындағы мына қазіргі ойыншықтарыңмен шыққан парақшаң тұр, ол әлі тұр. Демек, енді осы ойыншықтарды өшіріп тастамай ары қарай тілді дамытасың, балаларға қажетті бір ақпаратпен бөлісіп отырасың, Енді сіз қазір айтып отырсыз, уақыт жоқ деп, уақыттың тапшылығы деп, бірақ бала ол іште жатқаннан кейін шығу керек қой, содан қорықпайсыз ба, бір психологически ауыр болып қалады деп? Енді бұл жерде мына математикасы ғана кәдімгі салмақ салатындай, есеп шығаратындай, мына санаға, миға салмақ түсіреді. Қалған мына робототехникасы болсын, ағылшыны болсын, оған бір салмақ салатындай ауыртпалық ретінде қарамайды. Ағылшын тілі өзіне ұнайды. Оны бір өзі айтып келеді, ағылшын тіліне барғанда мен демалып келемін дейді. Робототехникасы ол жерде де енді мидың жұмысы, дегенмен де кәдімгі қанағаттанып, әбден содан жаны рахат табатындай үйірме. Өзінен сұраймыз, осы төртеуі де саған салмақ түсірмей ме деп? Жоқ, мен барам дейді. Ал енді спорт, ол футбол, спортқа барған кезде тән ширатып, дене қыздыруға өте жақсы. Сондықтан да ол жерде енді бір миға салмақ түсетіндей болмайды. Ең бастысы баланың өзіне сұрау керек, қаншалықты барғың келеді, қиналып жүрген жоқсың ба, және бір психологиялық көңіл күйіне де қараймыз. Егер ондай бір ауытқу ештеңе байқалмаса, неге бармасқа? Ең бастысы өзіне ұнайды және үлгеріп жүреді. Ералы, енді алғашқы табысыңды алғаннан кейін, ары қарай сол табыс көзін көргеннен кейін тағы да табысты болғың келген жоқ па? Жалғастыру? Мен оны әрине жалғастырдым. Сол бүкіл табысымды копилкаға жинап, оған ойыншықтар сатып алатынмын жаңағы каналыма видео түсіру үшін. Алғашқы табысым дедің ғой? Қанша жинадың алғашқы табысыңнан? Бірнеше мың теңге. Бірнеше? Бір, екі, үш мың? 50 мың теңге еді ғой, копилканы сындырған кезде. Құпия ұстап отырсың ба? Ол аз ғой, оны айтпай қойықшы дейді ғой, 50 мың. Енді алғашқы табыс ол бәрібір де бала үшін ыстық қой. Жақсы, рахмет.